Қайырлы күн достар. Бүгін біз фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды көрмес бұрын, бірінші менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алдан неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ендеше салатымызға кірісейік. Бірінші етімізді жіңішкелеп, осылай ұзынша қылып турап алатын боламыз. Менде сиыр еті. Етімнің барлығын осылай турап шықтым. Турап болған етіміздің үстіне бір ас қасық соевый соусты қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін бетін жауып 15 минутқа қоямыз. Менде осындай фунчозаның лапшасы. Мен арнайы өзі кесілген. Ыдысымызға салып, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Бізде қайнап тұрған су лапшаның бетін жауып тұруы қажет. Бетін жауып 5 минутқа қоямыз. 5 минут өткеннен кейін лапшамызды алып, салқын сумен бір рет жуып алатын боламыз. Сол кезде лапшамыз шашылып бір-біріне жабыспай тұратын болады. Енді салатымызға қосатын көкөністерді турап шығатын боламыз. Мен 3 түрлі перец қостым. Үшеуінен де жарты-жартыдан. Перецтердің барлығын осылай ұзынша етіп турап шықтым. Қуыратын заттарымыздың барлығын бір тәрелкеге салып аламыз. Осылай қызыл перец, сары және жасыл перецті қосып турап алдық. Фунчоза салаты өте дәмді болып шықты. Дәл осы менің рецептіммен жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Салат сіздердің ойларыңыздан шығады деген ойдамын. Перецтерімізді турап болғаннан кейін бір жуа қосатын боламыз. Жуамызда осылай жіңішке етіп турап аламыз. Онан кейін бір түйір чеснок тураймыз. Майдалап чесногымызды турап қоямыз. Чесногымызды турап болғаннан кейін сковородкамызға май құйып, қызып тұрған майдың үстіне етімізді қуырып аламыз. Етіміз қуырылғаннан кейін үстіне жуамызды қосып араластырамыз. Су құйып 5 минутқа бұқтырып, бетін жауып қоямыз. Достар, менің видеом ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Бізде осындай болып суы тартылуға сәл қалған кезде үстіне перецтерімізді, чесногымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа қоямыз. Енді салатымызға қосатын қиярымызды осылай турап шығамыз. Қиярымызды теркіден өткізуге де болады. Маған осылай тураған ыңғайлы және салатымызға өте жақсы болып тұрады. Ал сәбізімізді ұзыншалау қылып теркіден өткізіп шығамыз. Барлығын осы фунчозаның лапшасының үстіне саламыз. Теркіден өткізіп болғаннан кейін үстіне дайын болған етімізді, перецтерімізді қосамыз. Ыстықта бірден қосамыз. Үстіне шамалы тұзымызды және чим-чим приправасын қосатын боламыз. Өзі арнайы фунчозаға арналған приправа. Укроп, петрушка қосып пісірсеңіздер де болады. Енді вилканың көмегімен астына жоғары қарай осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің салатымыз дайын. Дайын болған салатымызды 1 сағат холодильникке қойып, дастарханға ұсына берулеріңізге болады.
Мінекей біздің салатымыз өте дәмді болып шықты. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Баян ас болсын.